Сәлем достар, бүгін сіздермен біз осындай керемет блинчик жасайтын боламыз. Өте жұмсақ болып шығады, дәмі де өте керемет. Балаларыңызға да ұнайтын болады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге 3 жұмыртқа қажет болады. 3 жұмыртқаға жарты шай қасық тұз саламыз, 2 ас қасық қант салып араластырып аламыз. Осыған 1 кружка сүтіміздің жартысын ғана қосып, осылай араластырып аламыз. Осыған 8 ас қасық немесе қасығыңыз шағын болса 9 ас қасық ұнымызды салып әбден араластырамыз. Қалған сүтімізді құйып, тағы да араластыратын боламыз. Оған қайнап тұрған суымыздан жарты кружка құятын боламыз. Қоспамызға сосын осындай газдалған су құямыз. Жарты кружка газдалған суымызды құйып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Оған жарты кесеге толмайтын немесе 4 ас қасық майымызды құйып, барлығын әбден араластыратын боламыз. Осылайша біздің құймамыз дайын. Құймамызды осылай қызып тұрған тапаға құйып пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің блинчигіміз дайын, өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк басуды ұмытпаңыздар.